Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Дина. Бүгін отағасы екеуміз күніміз Турциядан келген бір затты заказымызды алып келуден басталды. Склад кішкене алыстау екен, прям үлкен склад екен. Осы жерге келіп затымызды алып, сосын қайтар жолда үйге торт ала кетейік деп шештік. Бүгінгі күніміздің жоспарында Софиямызды прививкаға алып бару еді. Сонымен қызымды алып жолға шықтым. Біз поликлиникаға келдік, София екеуміз. Қазір кірейін деп жатырмыз. Софияның прививка алмағанына уже біраз болған. Кішкентай кезінде алған. Содан кейін алмағанбыз. София кішкене қорқып тұр, бірақ қорықпаймыз, е? Сондай. Софиюшка, қорқып жатырсың ба? Қорықпайды ма қызым? Ақылды ғой, е? Прививка салдырып шықтық. Софиямызды вообще жылаған жоқ, Софиюшка. Ақылды ғой, менің қызы вообще жылаған жоқ бұл тоғаны. Оның қолына салды, бірақ еще сердечко, не еді? Наклейка. Наклейка, сердечко жабыстырып берді қолымызға. Күшті болды. Вообще жыламады менің қызым. Красотулем. Ақылды ғой өзі. Софияға прививка салған үшін біз пижама беруіміз керек болып қалды. Сосын сладости. Короче, біраз нәрсе заказ берді, бірақ өзі үйден шықпайтын болғандықтан. Оның орнына Раяночка шықты. Екеуміз магазин аралап қайтамыз енді. Үйдің жанындағыларды іздейміз, енді алысқа баруға уақыт жоқ. Үйдің жанындағы катонды көрейін деп жатырмыз. Пижамаларымызды алдық. Енді үйге қайтып жатырмыз. Үйге барып тамақ істеу керек. Кешке папамыз келгенше тамақ дайындап қою керек. Магазинге кіріп нан алайын деп жатырмыз. Үйдің қасындағы Ақжан деген магазиніміз бар. Күшті екен. Латипаға мынандай аяқ киімді алдық. Күшті. Бәрін бітіріп